Сәлем достар, менің атым Ернар, мен Талдықорған қаласының тумасымын. Қазіргі таңда Стамбул қаласындағы Боğaziçi университетінің студентімін. Келесі кадрларда сізге университеттен және Стамбул қаласынан 1-2 видео көрсеткім келіп тұр. Негізінен бұл университетке және де Түркияның 200-ге жуық басқа университеттеріне сіз түрки бурслары деген программа түсуіңізге болады. Мен де осы программамен түстім. Бұл программа бойынша сізге жатақхана, тегін оқу, медикалық сақтандыру, айлық стипендия және де билеттердің өзі де төленіп береді. Өте жақсы бағдарлама, менің ойымша сізде тапсырып көрсеңіз болады. Алайда оқу бағдарламасына тән бір қатар шектеулер бар. Біріншіден, әр оқу деңгейіне өзінің жас шектеулері бар. Мысалы, сіз бакалавриатқа тапсырғыңыз келсе, жасыңыз 21-ден аспауыңыз керек. Магистратураға 30-дан және докторантураға 35-тен аспауыңыз керек. Бұдан басқа академиялық шектеулер де бар. Яғни сіздің жетістіктеріңіз, академиялық үлгеріңіз жоғары болу керек. Университетте сіз ағылшынша немесе түркше оқи аласыз, алайда екі жағдайда сізге түрік тілін біледі деген сертификат қажет болады. Түрік тілін білмесеңіз проблема емес, сізге түрки бурслар тарапынан 1 жылдық түрік тілі курстары, яғни ақшасын төлеп береді. Менде де солай болған, мен тапсырған кезде түркше тілді білмейтінмін. Содан кейін 1 жыл түркше үйрендім және де университетте осы жылы бастап отырмын. Түрки бурслар программасына заявка қабылдайтын кезең қаңтар-ақпан айлары, бірақ та оғанға дейін сіз өзіңіздің осы сайтқа кіріп анкетаңызды толтырып қойсаңыз болады. Өйткені барлық адамдар заявка беріп жатқан кезде сайт кішкене қуып, істемей қалуы да мүмкін. Солай сіз үлгермей қалуыңыз мүмкін. Сондықтан мен сізге айтарым, соңғы күнге дейін қалдырмай, қазірден бастап өзіңіздің заявкаңызды толтыра беріңіз. Заявка толтырған кезде сізге өзіңіз туралы ақпарат, отбасыңыз туралы, оқыған жерлеріңіз туралы, жетістіктеріңіз және де тапсырған емтихандарыңыз туралы ақпарат сұрайды. Одан басқа мотивациондық және де рекомендационный письма бар. Оларда сіз неліктен Түркияға тапсырғыңыз келіп тұр, неліктен сізді алу керек деген сияқты сұрақтарды ашасыздар. Ал рекомендационный письмода оны сіз жазбайсыз, сіздің профессорыңыз немесе жақсы білетін мұғаліміңіз жазады, ол сізді алуға кеңес береді. Видеоның астында түрки бурсларының официальный сайтына ссылканы, менің инстаграм парақшама және де толығырақ ақпарат алғыңыз келсе, жеке консультацияға ссылка қалдырып кетемін. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.